Саламатсыздар ма? Бұл видеода біз Google сайты арқылы электронды портфолио жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін Google сайтына кіріп, Google Sites деп жазамыз. Сол жерде бізде міне Google Sites CNA деген батырманы басып, яғни кіру керек болады. Бұл жерде код жасаған кезде дәл солай өзіңіздің Google Gmail арқылы кіресіз, электронды почтаңыз арқылы кіресіз, немесе ол электронды почтаңыз жоқ болса, бірінші Gmail-ға Google электронды почтасын ашып алған жөн. Менде уже бұл сайтқа кіріп тұр, осы кірген бетте менде бірінші болып портфолио деп тұр. Егер де бұл портфолио деп тұрмаса, сізде мына жақтағы оң жақтағы көп нүкте батырмасын басасыз. Ең астындағы другие приложения и продукты батырмасын басасыз. Төменге қарай түсеміз. Осы жерде міне Google сайты деген батырмасын басамыз. Кешірім сұраймын, мына жақтағы шумға көшелерде ремонт жүріп жатыр. И мына жерде портфолио батырмасын басамыз. Бізге жаңадан страничка ашылады. Осы жерде мысалға имя, профессия дегенге мысалға біз жазамыз аты жөні деп жазасыздар. Өзіңіздің аты жөніңізді жазсаңыз болады. Қазақтарым қайда кетті? Өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз осы жерге. Одан кейін осы тексттің мына жерде заголовок болып көріп тұрғанын қалайсыз, әлде подзаголовок болғанда, немесе мелкий шрифт таңдайсыз. Шрифттің өзінің стилін таңдасаңыз болады. Темасы қандай шрифтпен жазу керек, мысалға сізге қажет. Егер мына жердегі мынау төбеден шығып кетіп қалса, мысалға қаяқтан істеймін деп, мысалы сөздің өзіне бір басасыз, осы материалдардың барлығы шығады. Сөзбен қандай өзгерістер жасай аласыз. Шрифттің размерін, жирный, курсив, асты сызылған болуы мүмкін, цветін таңдай аласыз тексттің. Текст қай жақтан, сол жақтан ортаға қарап тұр ма, қай жаққа қарай қарап тұр, мысалға соны таңдай аласыз. Немесе бұл жерде мысалға мына жерге страничка, мысалға астында тағы да презентациялар тұр. Осы жерде мына оң жақ бөлігінде мысалға бізде текстовое поле десеңіз, мысалға жаңадан текст қоса аласыз. Осы жерге батырмасын жазасыз. Менің жетістіктерім, допустим, сөйтіп изображение қосып, загрузить батырмасын басып, өзіңіздің жетістіктеріңізді компьютердің суреттерін қоса аласыз. Тағы да бір текст жазасыз да, оқушыларының жетістіктері. Тағы изображение батырмасын басып, загрузить етіп, оқушыларыңыздың жетістіктерінің грамоталарын жаза аласыз. Мысалға алғыс хаттар деп жазсаңыз да болады. Егер де қажет етсеңіз, мына жерде блоктар өздері бөлінеді. Мысалға мынандай блок бар, мынандай бөлінетін блоктар бар. Бұл жерге мына жерге плюс батырмасын басып, уже суреттерді қоса бересіз. Міне загрузить деп, выбрать изображение деп плюс батырмасын басып, өзіңіздің дискіңізде болса дисктен жазсаңыз болады, дискте жоқ болса уже компьютердің өзіне загрузить етуге болады. Страница батырмасына бассаңыз, мына обо мне деген ол бірінші страница, мысалы главный етіп қоюға болады. И осы страницаға подстраница қоссаңыз да болады. Оның да атын мысалға жазасыз да, готово деп жазсаңыз болады. Тема батырмасына бассаңыз, мына простой бар, мынандай тема бар. Оның теманың суретін таңдауға болады. Немесе мына батырманы басып, өзіңіз түсін таңдасаңыз болады. Барлығын жасап, өзіңізге керектің барлығын жасап болғаннан кейін, мысалға тағы бір мына жерде заголовокта тағы да бір беттерді қоссаңыз болады. Плюс батырмасын басып жазасыз. Тағы бір страница қоссаңыз болады. И мына жақта уже страницаның барлығы тұрады. Міне, главная страница, подстраница, келесі страница, үшіншісінде логотип қоссаңыз да болады, заголовок жазсаңыз да болады, мысалға міне. Оның да текстін өзгерте бересіз. Яғни фантазияңызға байланысты не қажет, не көрсеткіңіз келіп жатыр, соның барлығын жазып аласыз. Одан кейін мына жердегі адамға басасыз да, осы жерде мысалға бізде доступ ограничен деген бар. Немесе мына жерде опубликованный осы сайттағы шыққанда барлығына доступ беріп қоюыңыз керек. Себебі ол ссылканы жіберген кезде сол ссылкамен адамдар кіру үшін, немесе жеке-жеке оларға доступ берген сіздің уақытыңызды талап етеді. Сол үшін барлығына доступ беріп, ашып қоясыз. Кейін опубликовать деп батырмасын басасыз, допустим, атын жазасыз.
публиковать етіп болғаннан кейін мысалға одан кейін мына жерде ссылканы скопировать ете аласыз. Мына копировать ссылку дейсіз да. Осы ссылканы жаңағы кез келген адамға жіберсеңіз, осы ссылка арқылы көре алатын болады.